Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы шынықсаң шымыр боласың. Екінші сабақ. Сабақтың мақсаты жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Балалар, сабағымызды бірден жазылым тапсырмасынан бастайық. Себебі біз сіздермен тыңдалым мәтінімен алдыңғы сабағымызда таныстық. Тапсырмалармен де жұмыс жасадық. Бүгінгі сабақта тілдік бағдарға басым бөлігін сабақтың берсек деп ойлап тұрмын. Ал күрделі сөздер туралы мәліметтермен таныспас бұрын, мына 8-ші тапсырманы орындасақ. Қарамен жазылған сөздерді жақша ішіндегі сөздермен қосып айтқанда, мағыналарында қандай өзгеріс болатынын қос жазба күнделігіне салып түсіндір. Керекті сөздер біреуін мен таңдап алайын, сіздерге үлгі ретінде көрсетейін. Мысалға, арам шөп, егін арасында өсетін дала өсімдіктері, немесе жабайы шөп деп айтамыз. Арам тамақ, біреудің есебінен күн көретін адам, екінші мағынасы жатып жер жалқау. Арам тер, босқа әурелену, еңбегі зая кету. Арам ойлы, пиғылы жаман адам. Арам ас, өз маңдай теріңмен табылмаған тамақ, ұрлықпен келген тамақ. Адал, қалың деген сөздерді сыныптың жігіттеріне берейік. Қалған қоңыр, сары сөзін сыныптың қыздары орындасын. Орындау уақыты 7 минут уақыт берілейік. Ал балалар іске сәт. 8-ші тапсырманы орындап болдыңыздар. Ал нені байқадыңыздар балалар? Балалар, бір сөз, бірнеше сөздермен, яғни әртүрлі сөздермен тіркескенде, олардың мағынасы өзгеріп, әртүрлі сұрақтарға жауап берді, әртүрлі мағынаны білдірді. Ал енді бүгінгі тілдік бағдар айдары бойынша күрделі сөздермен танысамыз. Күрделі сөз дегеніміз не? Екі немесе одан да көп сөздердің бірігуі, тіркесуі, қосарлануы немесе қысқару арқылы жасалған сөздерді күрделі сөздер дейді екенбіз. Күрделі сөздер тіркескенде, біріккенде, қысқарғанда, қосарланғанда бір ғана сұраққа жауап беріп, бір мағынаны білдіреді екен. Ал ендеше, күрделі сөздің түрлеріне жеке-жеке тоқталайық. Күрделі сөздің бір түрі балалар, біріккен сөз деп аталады. Екі немесе бірнеше сөздің бірігуі арқылы жасалады. Жаңа лексикалық мағынаға ие болады екен. Бір сұраққа жауап береді. Мысалға, 5 деген сан есім мен ағаш деген зат есім бірігіп, 5 ағаш бір ауылға атау болып тұр. Яғни өзіміздің тұратын жердің атауы екен. Ал сыныптағы бірнеше қыздардың аты да біріккен сөздер арқылы жасалған екен, яғни бірігу арқылы. Мысалы, алтын, ай, ару, жан. Ал жақсы балалар, өздеріңізде мысал келтіріп көріңіздер. Қос сөздер екі сөздің қосарланып немесе қайталанып айтылуынан жасалған сөздер екен балалар. Қос сөздің екі сыңары да дефис арқылы жазылады. Екі түрі бар, қосарлама және қайталама. Қайталама қос сөз бір түбірдің қайталануынан жасалған қос сөз екен. Мысалы, биік-биік, бір-біріне. Ал мына екінші бағандағы кісі-місі, шай-пай деген сөз бірінші сөзге екінші сыңары еліктеу мақсатында жасалған қос сөздер екен. Үшінші бағандағы сөздер екінші сыңары бірінші сыңарына сәл дыбыстық өзгеріске түскен екен. Қалт, құлт, жалт, жұлт. Ал соңғы бағандағысы күшейткіш буын арқылы жасалып тұр екен. Теп-тегіс, тәп-тәтті. Ал енді қосарлама қос сөз. Әртүрлі сөздердің қосарлануынан жасалатын қос сөздің түрі екен. Ашу, ыза, ыдыс, аяқ. Бұлар синоним болып тұр бір-біріне.
Екінші бағандағы үлкенді кішілі, алыс жақын десек мысалы, бір-біріне антоним болып тұр. Үшінші бағандағы бала, шаға, көйлек, көншек. Екінші сыңарларының мағыналары жоқ. Ал төртінші бағандағы анда, санда, ығы, жығы сөздерінің мүлдем мағыналары жоқ. Екі сөздердің қосарлануынан жасалған екен. Ал балалар, қос сөздер туралы түсінікті ме? Қысқарған сөз күрделі атаулардың және шартты белгілердің қысқартылып жазылған түрі. Мысалы, қ.р. Қазақстан Республикасы, ТМД Тәуелсіз мемлекеттер достығы, қа.зу.пу Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Бұндай қысқарған сөздерге қосымшалар дефис арқылы жалғанады. Мысалы, ТМД-ға. Келесі берілген сөздер балалар медпункт және педколледж сөздерде күрделі атаулардың құрамындағы әрбір сөздің бірінші буындарынан немесе басқа бөліктерінен қысқарған. Медпункт, медициналық пункт, педколледж, педагогикалық колледж. Ал соңғы берілген мысалдар бұлар балалар өлшем бірліктерінің қысқаруы және техника атаулары, ұшақ, машина, трактор берілген. Бұлар да қысқарған сөздерге жатады. Бұндай қысқарған сөздерге қосымшалар дефис арқылы жалғанады. Мысалы, см, м, смг, 1 сантиметрге дегенде 1 см дефис ге деп жалғайды екенбіз. Газ 51, ил 86, ил 86 мен. Ал түсінікті болды ма балалар? Тіркескен және тіркесті сөз. Екі немесе одан да көп сөздер тіркесіп келіп, бір ұғымды білдіретін күрделі сөздің түрі. Және бұлар бір ғана сұраққа жауап береді екен. Мысалы, Алматы қаласы, қара торы, ұзын бойлы, ала жаздай, күні бойы, 200, 155, келіп отыр, сөйлеп тұр, қол созым жер, қас пен көздің арасы. Бұлардың барлығы тіркескен сөзге келтірілген мысалдар. Байқасаңыздар, сөздер әртүрлі түстермен жазылған екен. Оның себебі неде деп ойлайсыздар? Иә балалар, бұл әртүрлі сөз табынан болғандықтан, оларды түрлі түсті сөзбен жазып қойдық. Мысалы, Алматы қаласы зат есім, қара торы сын есім, ала жаздай үстеу, 200 сан есім, келіп отыр етістік, қол созым жер тұрақты тіркес. Енді тіркескен сөздің түрлері бар екен балалар, екіге бөлінеді екен. Еркін тіркес, тұрақты тіркес болып. Еркін тіркес құрамындағы сөздерді ауыстыруға болады. Ұзын бойлы, қысқа бойлы, 200, 300 деп. Немесе сол берілген сөздердің де орнын ауыстыруға келеді екен. Батыр баян, баян батыр деп. Ал тұрақты тіркес құрамындағы сөздерді басқа сөздермен ауыстыруға келмейді, орындары тұрақты. Мысалы, көз ілмеу. Біз ауыз ілмеу, құлақ ілмеу деп айта алмайды екенбіз. Бұл дұрыс емес. Қол созым жер, аяқ созым жер деп біз айта алмайды екенбіз. Өйтсек, ол сөздің ешқандай мағынасы болмайды және бір-бірімен тіркеспей қалады екен. Ал балалар, тіркескен сөздер түсінікті ме сіздерге? Балалар, күрделі сөздер туралы түсінікті болды деп ойлаймын. Күрделі сөздің түрлері әрқайсысына жеке-жеке тоқталып түсіндірдік. Сұрақтарыңыз болса, тағы да қосымша жолдай жатарсыздар. Ал ендігі орындалатын тапсырмамыз 9-шы тапсырма. Таныстарың немесе өзің қандай ұлттық ойындар ойнайсың? Олардың қызықтары жайлы әңгіме жаз. Әңгімеге біріккен, қосарланған, тіркескен, қысқарған сөздерді қатыстыр. Балаларымна бірнеше суретте қойып қойдым. Сіздерге оңай болсын деп осы суреттерді қатыстырып та
әңгіме жазуларыңызға болады. Ал балалар, бүгінгі сабақ бойынша түсінбей қалған жерлеріңіз, қосымша білгілеріңіз келетін сұрақтарыңыз болса, хабарласасыздар. Назарларыңызға рахмет. Үйге тапсырма 11-ші тапсырма 82-ші бет. Сау болыңыздар, сабағымыз аяқталды.